Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі екінші сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Поэзия минуты. Қадыр Мырза Әли, ана тілің арың бол. Ана тілің біліп қой, еркіндігің теңдігің. Ана тілің біліп қой, мақтанышың елдігің. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Балақай, бүгінгі үй тапсырмасын пысықтап өтейік. Идеялар себеті әдісі бойынша берілген сөйлемдерді аяқтауымыз қажет. Бірінші сөйлем. Сөйлем аяқталған. Тамаша. Екінші сөйлем. Сөйлем сөзден. Жарайсың. Үшінші сөйлем. Сөйлемдегі сөздер. Жарайсың. Төртінші сөйлем. Сөйлем бас әріптен. Тамаша. Бесінші сөйлем. Сөйлемнің соңына. Тамаша балақай. Алтыншы сөйлем. Хабарлы сөйлемнен кейін. Керемет. Жетінші сөйлем. Сұраулы сөйлемнен кейін. Жарайсың. Сегізінші сөйлем. Лепті сөйлемнен кейін. Жарайсың балақай. Мен сенің барлық сөйлемдерді дұрыс аяқтағаныңа сенімдімін. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын мына ребусты шешу арқылы анықтай аламыз. Қанеки, ребусты шешіп көрейікші. Бұл ребустың жауабы. Дұрыс айтасың, сұраулы сөйлем. Қанеки, сұраулы сөйлемді қатыстыра отырып, мектептегі тәртіп ережелерін құрастырып көрейік. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Жаңа ақпарат. Жауап алу мақсатымен айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейді. Сұраулы сөйлемнің соңына сұрау белгісі қойылады. Мысалы, сенің досың кім? Оқулықтағы 38-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Аян сабақта отырып, қайта-қайта терезеге қарай берді. Сабақ аяқталды. Аян далаға жүгіріп шығып, бар даусымен «Мені шақырған кім?» деп айғайлады. Оған күн күлімдеді. Оған кішкене құс әндетіп сайрады. Оған қызыл шие сабағын үйіп, жемісін ұсынды. Балалар, оқыған мәтініміз бойынша болжау әдісі арқылы берілген сұрақтарға жауап беріп өтейік. Бұдан әрі не болады деп ойлайсың? Мәтін не туралы? Оның негізгі идеясы неде? Сен Аянның орнында болсаң, не істер едің? Жарайсың балақай. Өте тамаша. Келесі орындайтын жаттығуымыз 39-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Қане балалар, барлығымыз қосыла отырып, мәтінмен таныс болайық. Ақ телпек кемпір қосақтың суретін салғысы келді. Ол дереу ақ қағазбен бояу қарандаштарын алып, сурет салуға кірісті.
Кенет осындай кемпір қосақ бола ма екен деген біреудің дауысы естілді. Ақтелпек бұрылып қарап еді, ешкім көзіне көрінбеді. Ал қабырғаға күн сәулесі түсіп тұр екен. Амансың ба, балақай? Бұл менмін, күн сәулесімін. Сенімен сөйлесіп тұрған. Сен кемпір қосақты дұрыс бояған жоқсың. Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Себебі кемпір қосақты жасайтын менмін. Сонда қалай? Сен ақсың, ол болса түрлі түсті ғой. Мен әншейін сырт көзге ғана ақ болып көрінемін. Ал шын мәнінде менің бойыма бірнеше түс тоғысқан. Қызыл, қызыл сары, жасыл, көк, көгілдір және күлгін. Балалар, барлығымыз мәтінмен танысып болсақ, ендеше осы мәтіннің ішінде кездескен сұраулы сөйлемдерді тауып көрейік. Иә, бұл мәтіннің ішіндегі сұраулы сөйлемдер мынандай. Осындай кемпір қосақ бола ма екен? Амансың ба, балақай? Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Сонда қалай? Балалар, біз сендермен бірге сиқырлы қалам ойынын ойнап көрейік. Ойын ережесі мынадай. Бізге сөйлемдер берілген. Осы сөйлемдердің әрқайсына тиісті тыныс белгілерін дұрыстап қоюымыз қажет. Мені ешкім сағынбаған ба? Мұғалім сыныпқа кірді. Көктем мезгілі қандай керемет! Мен мектепке келдім. Бүгінгі күн қандай тамаша! Сен мұражайға барасың ба? Қане, балақай, әр сөйлемге тиісті тыныс белгісін қойып көр. Жақсы, олай болса, өзіңнің жауабыңды салыстыр. Сенің жауабың дұрыс деген сенімдемін. Олай болса, балалар, суретпен жұмыс жасайық. Суретте кімдер бейнеленіп тұр? Сурет бойынша бір-біріңе сұрақты қойып көріңдер. Жақсы, келесі орындайтын жаттығуымыз 42-ші жаттығу. Дәптермен жұмыс. Хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жаз. Толқын кітапханадан кітап алды. Ол көп оқиды. Әжесіне ертегі оқып береді. Міне, балалар, бізге берілген хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемге айналдырып жазып көрейік. Жарайсың. Жазып болсақ, өзімізді тексерейік. Толқын кітапханадан не алды? Кім көп оқиды? Кімге ертегі оқып береді? Сенің жауабың дәл осындай деген сенімдемін. Олай болса, балалар, бойымызды жазып, сергіту сәтіне кезек берейік. Қанеки, бірге қайталап, сергіп алайық. 1, 2, 3, бізде қайрат күш. Қазақ тілін үйреніп, демаламыз жинап күш. Сергіп қалдық па, балалар? Тамаша. Олай болса,
Келесі дәптермен жұмысқа кезек берейік. Диалогты дұрыс қалпына келтіріп жаз. Берілген нұсқаға назар аударамыз. Үлкен рақмет. Мен сізге жеделхат әкеп тұрмын. Бұл кім? Қане балалар, дұрыс қалпына келтіріп жазып көрейік. Жазып болсақ, өзімізді тексерейік. Бұл кім? Мен сізге жеделхат әкеліп тұрмын. Үлкен рақмет. Балалар, бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергенімізді білу үшін смайлик әдісін қолданайық. Маған сабақ қызықты өтті. Бәрін түсіндім. Сабақта түсінбеген жерлерім бар. Түсінбедім. Үй тапсырмасы 92-ші беттегі 43-ші жаттығу. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.